Сәлем, қалайсың? Бүгін сенімен 1 сәуірге дейін дүниежүзі тарихынан келген сұрақтарды қарайтын боламыз. Бірінші айтады, 552 жылы қандай мемлекет жылқы өсірумен айналысты дегенмен ботай дедім дейді. Вообще араласып кеткен сұрақ. Не деп атқан, қалай деп атқан вообще түсініксіз. Но давай сенімен өзіміздің білетінімізді айтып шығайық. Біріншіден 1595 жылдары осы хеттар Вавилонда талқандайды. Бұдан соң оларды Вавилонда кассит мемлекеті басып алатын еді. Сол кезде бізде касситтер кезінде Вавилонда біраз алға жылжу болады шаруашылықта, және оның ішінде жылқы мен қашырларды жиі пайдаланғаны туралы айтамыз. Мына жақта тағы касситтердің енгізген нәрселерін қарап шыға аласың. Қытайлықтар Орта Азияда асыл тұқымдық жылқыларды, жоңышқаны және жүзімнің түрлерін алды деп те айтып кетеміз. Бұл Ұлы жібек жолымен байланысты. Және бізде керемет жылқылардың өсіргендердің бірі дүниежүзі тарихында ол арабтар болатын еді. Арабтардың көшпенділері асыл тұқымды жүйрік жылқылар өсіріп шығарған, және бұл болашақта арабтардың жаулап алу соғыстарына үлкен әсер еткен нәрсе. Айтады, Эйнштейн нені ойлап тапқан келді дейді. Енді қара, негізінде Эйнштейннің негізгі еңбектерінің бірі қозғалыстағы денелердің электродинамикасы деген еңбегі бар, және оның басты теорияларының бірі ол салыстырмалық, әлде болмаса бір оқулықтарда ықтималдық теориясы деп атайды, және Эйнштейн соның негізін қалаған. Енді борға келетін болсақ, бор дегеніміз бізде дат физика, бізде білесің, ғылымда атомды күн жүйесіне ұқсас болады деп сипаттайды. Оны Резерфорд ұсынғандардың бірі. Бұл теорияны ары қарай сол Резерфордтың теориясын бор толықтырады. Және бордың айтуы бойынша бір орбитадан екінші орбитаға ауысатыны туралы түсінікті енгізетін болады. Яғни электрон бір орбитадан екінші орбитаға ауыса алады дейді. Жалпы бор бізде Мария Складовская Кюри, Пьер Кюри, Резерфорд деген сияқты көрнекті физиктермен есімдермен байланысты, және олар осы атом ядросының саласын зерттеу жүргізетін еді. Қараша, келесі біздің айтатымыз Форд деген ол кім деген келді дейді. Генри Форд дегеніміз ол бізде кәсіпкер, және ол автомобильмен айналысқан еді. Оның ең атақты автомобильдің түрі Форд Т деп аталатын еді. 1908 жылдан бастап сол Фордты машинасын шығара бастайтын еді. Ол өзі жаңа әдіс ойлап табады. Ол конвейерлік әдіс деп айтамыз. Және ол конвейерлік әдіс өте тиімді болады. Конвейерліктің әдісті қолданған ең үлкен заводтардың бірі Детройтта орналасқан болатын еді. Жалпы Фордтың автомобильдері Америкада өте қолжетімді болады. Себебі олардың бағасы $300 аспайтын еді, және көбіне қолжетімді болатын еді американдықтарға. Жакерия орын алған жер дейді. 1358 жылы бізде Францияда Жакерия көтерілісі болады, және ол Бовези округінде басталатын еді. Мына жақта жауабы поэтому Бовези болады. Оған не себеп болды десек, оған не себеп болады? 100 жылдық соғыспен қара індет болатын еді. Қай аймақтарды қамтыды десек, біз айтамыз, ол солтүстік Францияны, осы Бовези, Пикардия, Шампань деген сияқты аймақтарды қамтыған еді. Бұл көтерілістің басшысы Франциядағы Гийом Каль деген кісі болатын еді. Бұл уақытта Францияның королі кім? Сол уақытта жаңа патша болып жатыр еді, оның Карл, қатыгез Карл дейміз, және осы қатыгез Карлмен көтерілісшілер кездесетін болады. Ол өз Навараның королі болады, бірақ Наварадан Парижге баратқан жолында бұларды кездестіретін еді. Лондон Лозанна келісім шарттары дейді. Қара, бізде Лондон мен Лозаннаға байланысты бірнеше сондай келісімдер, конференциялар бар. Мысалы, 30 жылы бізде Лондон конференциясы болады. Ол жерде қаруландыруды шектеу, теңіздегі қаруландыруды шектеу туралы болады. Оған қатысқан 3 ел: ақш, Ұлыбритания, Жапония. Бұлар өздері сүңгіру қайық категориясында Жапония, ақш пен Ұлыбританияға тең болады. Ал крейсер мен эсминец категориясында тиімді ара салмақтыққа қол жеткізеді дейді. Ұлыбритания енді Британ империясының әскери теңіз флотының барлық категориясы американдық флотпен тең болады. Яғни бұл айтқанда, бұлар Америка мен Ұлыбританияның әскери теңіз күштері тең болатын еді.
Тағын бізде Лондон келісім шарты, скорее всего, ол именно мынау Лондон келісім шарты туралы айтып жатыр. Ол Балқан түбегіндегі саяси шекараларды айқындау туралы келісімге қол қоятын еді. Бұл бізде бірінші Балқан соғысының нәтижесінде жасалған келісім еді. Лозанна. Енді бізде тоже екі Лозанна бар. Біріншісі Лозанна конференциясы. Бұл Лозанна конференциясын сен айтасың, ол Түркияның тәуелсіздігін мойындау ең бір маңызды қадам болды дейсің. Бұл жерде тағы да бір мәселесі Лозанна конференциясының, ол Антанта елдерімен Түркияның қарым-қатынасын реттеу болатын еді. Келесі айтатын болсақ, 1912 жылы осы келесі Лозанна келісім шарты, скорее всего, біздің сұрақта мынандай айтып жатқан шығар. Осман империясы мен түріктердің, точнее, Осман империясы мен Италияның арасында соғыс болады. Сол соғыста Италия жеңеді, сөйтіп Осман империясынан Трипаритания мен Киренайканы алып қояды. Осы екі аймақты алып, кейін Ливия деген аймаққа біріктіретін еді. Жақсы. Енді айтады, кубизмнің негізін қалаушылар дейді. Кубизмнің негізін 1908 жылы өзі пайда болған бағыттардың бірі. Біз айтамыз, тағы мынандай ақпарат бар бізде. Кубизм мен футуризмнің негізінде қалыптасты, кейіннен екі ағымға бөлінді дейді. То есть бізде басында осы кубизм мен футуризм қалыптасып келеді, және сөйтіп екі ағымға бөлінеді. Қандай ағымдарға? Әлеуметтік инженерия, әлеуметтік конструктивизм және философиялық конструктивизм деп. Хорошо. Енді қараңдар, бізде ең алғашқы осы авангардтық мынандай болады, авангардизм деген бағыт болады. Авангардизм деген бағыттың ішінде көптеген салдары болады. Оның ішінде авангардизм ішінде кубизм де болады. Осы кубизм негізін қалаушылардың бірі тағын бізде Сезанн деп айтады. Еще кубизм дегеніміз не? Кубизм деген бағытымызда бізде бір суретті әртүрлі фигураларға бөліп тастайды. Сол фигуралардан сол бір сурет құрастырады деп айтсақ та болады. Сен бұны тесттерде мына геометриялық пішіндерді қолдану деген мәселе бойынша қарастыратын боласың. Енді тағын кубизмнің негізін салушылар дейтін болса, мына как раз таки осы сұрақ көп жауапты болса, Пикассо, Брак, Леже деген кісіні айтасың. Бұлардың ең атақтыларының ішінде ол Пабло Пикассо болады кубистердің ішінде, және оның легендарный картиналардың бірі Герника болатын еді. Бұл жерде ол сол Герникада қаза тапқандарды, жарақаттанғандарды бәрін сипаттайтын еді. Тағы кубистерге байланысты бір ақпарат, кубистер бізде коллаж деген шығармаларды жасайтын болады. Солар әртүрлі нелерді жабыстырып, сөйтіп коллаж жасайтын еді. Енді айтады, ежелгі Грекиядағы жартылай құдай дейма, миф қой әйтеуір дейді. Бізде шынымен де ежелгі Грекияда мифтер бар. Олар Геракл және Прометей туралы мифтер. Монна доктринасы дейді. Маманақта бәрін сәл-сәл шатастырып жүрген. Бізде Монна жоспары бар, және Монро доктринасы бар. Қара, егер Моне жоспары дейтін болса, ол Францияда қабылданған жоспар 47 жылы, және ол жерде қайта құру жоспары болатын еді. То есть, яғни, оның тағын екінші атауы қайта құру, Францияның қайта құру жоспары. Енді 54 жылы екінші Моне жоспары қабылданады, және сол жерде бізде соғыстан кейін Францияның өзінің қалпына келтіру мен байланысты. Егер енді Монро доктринасы болса, ол бізде 1823 жылы президент Монро қабылданған құжат болатын еді. Ол жерде біз айтамыз да, құжатта ақш Англиядағы сияқты басқа монархиялық формаларды қаламайтындығын, және оны таралуына жол бермейтін туралы айтылады. Яғни, бұл жерде айтады, біз Монро доктринасында монархия қарсымыз деп айтады. Енді біз айтамыз, Монро доктринасы Американың оқшалану саясатының негізін қалайды. И осы Монро доктринасы бір ғасыр бойы үстемдік етеді. Но Латын Америкасының ақштың маңызды мүдделері бар аймақ деп тарайды. Былай ғой сонда, Монро доктринасы қай аймаққа тармайды? Латын Америкасы. Енді біз талдаған сұрақтардың бірі, осы алдыңғы слайдтарда ол мынандай дейді. Америка халықтарының ішінде жазба ескерткіштері бар, ол майя дейміз. Наполеон Бонапарттың қарсыласы Англияға қолданған шара, ол құрлықтық блокада болады. Бұлай болады да, Наполеон Англияны
өз күшімен жеңе алмайды. Себебі Англияның флоты күшті, Наполеонның өзінің әскері күшті, жаяу әскері, былай айтқанда. Сондықтан бұлар екеуі бір-бірімен соғыса алмайды. Енді Наполеон Англияны жеңу үшін оны экономикалық әлсіретуге кіріседі. Сөйтеді, ол өзі басып алған барлық Еуропа елдерге айтады, енді біз Англиямен сауда жасамаймыз дейді. Осы нәрсені біз сендермен құрлықтық блокада деп атаймыз. Шынымен де құрлықтық блокада өте ауыр тиеді Англияға, но все равно Англия бұл жерде осы қарақшылық, контрабанда арқылы өзінің саудасын сақтап қалатын еді. Кеменің жүрген жерін анықтайтын құрал ол бізде астролябия деп аталады. Енді бізде тағын құбылнама бар, компас, иә. Бұл нәрсе астролябия, құбылнама деген нәрселердің барлығы ол ұлы географиялық ашуларға мүмкіндік берген заттар еді. Енді тағын бізде үшінші нәрсе бар, осы саяхаттарға мүмкіндік берген тез жүретін кеме, ол каравелла болатын еді. Томас Мор «Утопия аралы» деген келесі сұрағымыз екен. 1516 жылы ағылшын жазушысы Томас Мор мынандай кітап жазады. Мемлекетті жақсы ұйымдастыру және жаңа утопия аралы туралы алтын кітабы дегенді жазады. Бұл енді утопиялық кітап. Утопия, или қысқартып мынаның атын утопия деп атайды. Бұл идеальный қоғамды сипаттайтын, теңсіздік, проблема жоқ қоғамды сипаттайтын шығармалардың бірі. Осындай бір утопиялық еңбек жазғандардың бірі, тағын итальяндық, ол бізде Томмазо Кампанелла болатын еді. Оның шығармасы «Күн қаласы» деп атайтын едік. Ағартушылық заман Англияда дейді. Не деп айтамыз? Біріншіден, 17 ғасырдың ағартушылық заман 17 ғасырдың екінші жартысы, 18 ғасырдың соңына дейін жалғасқан кезеңді айтамыз. Енді тағы бір ерекшелік Англияда ағартушылық кезең батыс Еуропа елдеріне қарағанда ертерек басталған. То есть бірінші Англияда, потом басқа елдерде. Тағы бір ерекшелігі, егер ағартушылық заман, мысалы, француз революциясынан алдын болып, француз революциясына әсер етсе, то ағылшын буржуазиялық революциясы ағартушылық заманнан алдын болған. То есть, былай ғой, бізде қазір нем қайда. Значит, бірінші ағылшын революциясы болған. Одан кейін француз ағартушылық заманы болған, ағартушылық. Одан кейін француз революциясы болған. Сонда кімге әсер етті? Ағылшын революциясы ағартушылық заманға, ағартушылық заманы француз революциясына әсер етті деп айтасың. Ағылшын ағартушылығы кімдер кірді оған? Ол Томас Гоб, Лок деген кісілер. Сталин мен Лениннің басқару жүйесі дейді. Қара, енді бізде 1922 жылы КСРО құрылайын деп атқан кезде ол қандай мемлекет болады деген сұрақ туындады. И бұл жерде Сталин автономиялық жоба ұсынды. Айтады, бәрі РКФСР-дің құрамында болсын, және бәрі РКФСР-ге бағынсын дейді. Ленинға бұл жоспар ұнаған жоқ. Ленин айтады, жоқ. Үйтіп, біреу главный болатын мемлекет бізге керек емес дейді. Давай біз оның орнына, тең құқықтық республикалар негізінде одақ құрайық дейді. То есть бәріміз тең болайық деп айтады. Түсінікті? Сонда егер сен айтатын болса, тең құқықтық одақ құру ол Ленин, ал егер автономиялық ол Сталин. Так, кстати, автономия не екенін білесің ғой, білетін болсаң комментарийға жазып кет, білмейтін болсаң тоже сұрап кетсең болады. Көрейік, кім ортасына дейін көреді екен. 18 ғасырда Иранға кім қауіп төндірді дейді. Так, қара. Иранда негізінде 3 держава таласатын болады. Ол Ресей, Англия, Франция деген мемлекеттер таласатын еді. Сөйтеді, бұл жерде Англия ықпалын күшейтеді, себебі ол Малькольм деген кісіні Иран шахына жіберіп келіссөздер бастайтын еді. Танзимат реформалардың бірінші, екінші кезеңін кім бастады? Бірінші кезең бізде Мұстафа Решит паша бастайды 1839 жылы, екіншісін Абдул Меджид бастайды, ол 1856 жылы Қырым соғысынан кейін бастайды. КСРО ұлттар лигасынан шығу себебі ол Финляндияға шабуыл жасайды. 1939 жылы 30 қарашада КСРО мен кеңес пен Финляндияның арасында соғыс басталады. Кеңес-фин соғысы, және бұл соғыс неден басталады дейді? Хельсинкиді бомбалаудан басталады дейсіңдер. Осы үшін КСРО Хельсинкиді бомбалап соғыс ашқан үшін КСРОны ұлттар лигасынан шығару туралы шешім қабылдайды. Причем кім қабылдайды дейді? Ұлттар лигасының кеңесі қабылдайды дейсің.
40 жылы осы 13 наурызда осы екеуінің арасында, кеңес пен Финляндияның арасындағы қарым қатынасты реттеу үшін Германия араласатын болады. Сөйтіп бұлар келісім шартқа қол қояды. Осы келісім шарттың нәтижесінде Карель мойнағындағы кеңес шекарасы солтүстік батысқа қарай жылжитын болатын еді. Американың бұрынғы есімі ол тоты құстар елі деп айтамыз. Негізі бұл жерлерді Христофор Колумб ашқанымен, кейін Америка Веспуччи бұл жаңа жерлер деген дәлелдеп шығады. Сөйтіп картограф Вальдемир Мюллер айтады, мынау Америка Веспуччидікі дұрыс болып шықты ғой, мына жаңа жерлерді енді Америка деп атайық деп ұсынған еді. Египетте нұр беретін, күн беретін дейтін еді дейді Перғауын. Оны бәріміз білеміз. Так, Хагревс не ойлап тапты? Дженни джип еру машинасын ойлап тапты. 1368-1644 жылдары билік еткен Қытайдағы әулет ол Мин әулеті. Мин әулеті негізін қалаған Жу Юаньжан деген кісі. Так қолданды дейді. Ол бізде Сома шайқасы болады. Сома шайқасы 1916 жылы болып жатқан оқиғалар. Және осы 27 тамызда Антанта жағында 16 жылдың Румынияда қосылатын еді. Бірақ Румыния тез жеңіліп қалатын еді бұл шайқаста. Қырғи қабақ соғысы кімдердің арасында болды? ақш пен КСРО. Осы қырғи қабаққа байланысты ең көп келетін сұрақтардың бірі, ол бізде неден басталды дейміз. Біз айтамыз, ол басталды Уинстон Черчилльдің 1946 жылы Фултон қаласындағы сөйлеген сөзі деп айтамыз. Осы нәрседен басталатын еді. Контекст Рузвельт дейді. Рузвельттің бағдарламасы жаңа бағыт дейді, ол дағдарыстан шығуға бағытталған, арналған бағдарламасы. Қай кезде болды дейді. Біз айттық, ұлы дағдарыс кезінде болды деп айттық. Және ол бізде ақш-та Нью-Йорк штатының губернаторы болған еді дейміз. Енді Мигель Примо де Ривера дейді. Мигель Примо де Ривера дегеніміз бізде Испаниядағы генералдардың бірі, және бұл кісі төңкеріс жасайды, билікті әскери диктатураға ауыстырады. Мигель Примо де Ривера ол әскери диктатурамыз хунта деп атаймыз. Және Испанияда ол кортестерді парламентте таратып жібереді, төтенше жағдай енгізеді, конституция әрекетін тоқтататын болады. Келесі біздің айтатын адамымыз ол Алька Самора. Кстати, наверное, бұл сәйкестендіру келіп жатқан сұрақтар. Ол Испания республикасының басшысы. Маршалл жоспары дейді. Маршалл жоспары бізде Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропа елдеріне өзін тіктеу үшін көмек көрсету бағдарламасы. Ол 1947 жылы 5 шілдеде жарияланады. Оны жариялаған кісі Джон Маршалл болады, поэтому бұны Маршалл жоспар деп кетеді. Бірақ шынайы оның аты Еуропаны қалпына келтіру бағдарламасы. Труман доктринасы дейді. Труман доктринасы ол тоже коммунизмге қарсы бағытталған күресті қолдайтындар болады. Труманның доктринасы бізде Грекия мен Түркияның көмек сұрауынан басталады. Олар өстіп Грекия мен Түркияға ақш көмектеседі коммунизмге қарсы күресу үшін. Германияны реформацияны бастаушы ма деп келеді Лютер. Действительно, 1517 жылы бізде реформация басталатын еді. Танзимат не үшін дегендей келді дейді. Танзимат ол біріншіден сұлтан өкіметін нығайтып, екіншісі Балқандағы ұлт-азаттық көтерілістерді тоқтату, Еуропалық державалардың тәуелдікті азайту, және үшіншісі мемлекет құрылыстың батыс мемлекеттік құрылысына жақындату болатын еді. Үштік пакт не үшін? Қара, 1940 жылы 27 қыркүйекте Жапония, Германия, Италия үшеуі үштік пакт деген келісімге қол қойды. Оның мақсаты КСРО, ақш, Ұлыбританияға қарсы күресу. Куба дағдарысына қол қойған басшылар Буш пен Хрущев деп айттым дейді. Ол қате. Негізінде Хрущев пен Кеннеди болу керек. Енді біз айтамыз. Бұл жерде осы Кариб дағдарысы, Куба дағдарысынан кейін бізде Кеңес одағы мынандай шешімге келеді. Кеңес одағы Кубадан өзінің зымырандарын шығарады, ал ақш карантинді жойып, Куба шекарасын тұтастығын сақтауға уәде береді. Сөйтіп ақш Түркиядан КСРОның шекарасынан өзінің зымырандарын алып кетеді. Еңбектен босату дейді. Еңбектен босату деген ұйым бізде Женевада құрылады, шынымен де 1883 жылы.
ол алғашқы орыстардың революционерлік марксистік ұйымы болатын еді. Бірақ бұлар енді революционерлік болғанмен де мысал үшін террорлық тактикамен жұмыс жасамайды, ол социалистік идеяларды үгіттеуге бағытталатын еді. Аль-Берунийдің еңбектері. Үндістан мен Мазғут каноны. Хельсинки бірдеңесі мен жаңа Еуропалық хартия сондай әйтеуір дейді. Мынандай болады да бізде Хельсинкиде бағана Финляндияның астанасында жалпы Еуропалық үдеріс деген процесс болады. Енді бұл жерде ол не туралы? Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропа екі бөлініп қалды. Батыс бөлігі ақш-тың ықпалында, шығыс бөлігі ксро-ның ықпалында. И сөйтіп получается екеуі екі түрлі бір-біріне қарама-қайшы блоктардың арасында бөліп қалғаннан кейін бұлардың арасында иногда жанжалдар болып тұратын еді. Сол себепті бейбітшілікті, қауіпсіздік пен ынтымақтастықты қамтамасыз етудегі бағытталған қағидалардың негізінде Еуропалық халықаралық қатынастардың жүйесін қайта құрылымдау. То есть бұл Еуропа бір-бірімізбен соғыспаймыз, біз өзіміз бірігуіміз керек деген сияқты қадамдарына бейбіт өмір сүруіміз керек, қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз керек деген нәрселерді бастап жатқан болатын еді. 75 жылы осы Хельсинкиде бізде ЕқК қорытынды актісіне 35 мүше мемлекеттерінің үкіметі қол қоятын еді. Сөйтіп, бұл жерде барлық Еуропа елдерінің арасында шығыс батыс болуына қарамастан ынтымақтастық, тұрақтылық жүйесі алғашқы қадам болады. 1607 жылы алғашқы отары пайда болды Англия дейді. Шынымен де Англияның Виргинияда, солтүстік Америкада алғашқы отары пайда болатын еді. Келесі сұрағымыз. Жаңа Османдар ұйымы кімді тақтан тайдырды дейді. Оның дұрыс жауабы Абдул-Азизді болады. Сонымен қараңдар, 1876 жылы Абдул-Азизді тақтан тайдырады. Оның орнына Абдул-Хамид деген кісі келеді. Басында, кстати, бұны бәрі жаңа Османдар істеп жатыр. Басында Абдул-Хамид өте даже жақсы жігіт болады, конституция қабылдайды, екі парламентті бекітеді, азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын жариялайтын болады. Келесі сұрағымыз. Маргарет Тэтчердің экономикалық, әлеуметтік саясатында жасаған жұмыстары неоконсерватизм саясаты. Скорее всего, несінің аты да неоконсерватизм шығар. Итак, ол не вообще? Ол айтады, барынша мемлекет экономикаға аз араласу керек деп айтады. Итак, оның барлық әрекеттерін үш нәрсеге келтіруге болады. Бірінші, шығындарды қысқарту, мемлекеттік шығындарды. Екіншісі, экономикадағы мемлекеттің үлесін төмендету және нарықтық реттеуді тоқтатуға бағытталды. Вот осындай нәрселер. Сонда бұл жерде бізде осы неоконсерватизм, Тэтчердің неоконсерватизм осы нәрсе. Енді қара, мысалы Маргарет Тэтчер бюджеттің тапшылығына қарсы күресу үшін ол әлеуметтік шығындарды, субсидияларды, оның ішінде артта қалған өңірлерге білім беру және тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтарына көмек қысқартылды. То есть бұл жерде барынша мемлекеттің шығындары қысқартылады дегеніміз осы. Азық-түлік салғыртының мәні. Азық-түлік салғырты бізде Ресейде азаматтық соғыс кезінде қабылданған әскери коммунизм саясатының аясында қабылданған шешім. Азық-түлік салғырты бұл ең маңызды деген азық-түліктерді мемлекет өзі жинап алатыны туралы айтады. Қара, айтады да, 19-21 жылдары кеңес үкіметі белгіленген ауыл шаруашылық өнімдерін жинау. Бұл шаруаларды артық астық пен басқа өнімдердің мемлекетке белгілеген бағамен өткізуге міндетті болатын еді. Жақсы, ксро кезінде жалған шындыққа жанаспайды деп ғылым түрі дейді. Так, бұл жерде, например, оларға ұнамайтын бізде генетика деген бар еді. Генетика мен кибернетика деген ғылым салалары болатын еді, оларды өтірік деп санайды. Және сол уақытта ксрода социалистік реализм деген бар еді. Бұл саяси өмірде, өнерде, точнее, шынайлықты емес, мынау жетістіктерді ғана, жақсы жағын ғана, қойған мақсаттарды ғана көрсетуге негізделген болатын еді. Күн балалары кімдер дейді? Бұл инктер болады. Тылсым күшке табыну қалай аталады дейді. Бізде қараңдар, былай болады да. Фетишизм деген нәрсе бар. Ол амулеттер мен талисмандардың тылсым күшіне сену дейді. Ал егер мысалы жануарлар мен өсімдіктерді табыну қалай аталады десек, ол тотемизм деп айталамыз. Бұлардың бәрі осы синтоизм ішінде болған элементтер ретінде айталамыз.
Айгүн келісім шарты деген бізде соңғы сұрағымыз. Айгүн келісім шарты Ресей мен Қытайдың арасында 1858 жылы жасалатын келісім шарт болатын еді. Ол бойынша Амур өзенінің сол жағалауы Ресейге өтетін еді, және басқа Европа елдері сияқты Ресей Қытаймен сауда жасау жөніндегі келісім шартқа қол қояды. Енді Ресейдің Пекинде тұрақты орыс өкілдігі болады, басқа қалаларында елшілер ұстауға мүмкіндік алатын еді. Міне осы біздің Айгүн келісім шарттың талаптары. Мұны осындай, барлығы түсінікті болған шығар деген ойдамын. Сұрақтарың болса міндетті түрде комментарийға жазып кет, жауап беретін боламыз. Барлықтарыңа сәттілік.